Қайырлы күн достар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылды жұмысшылар жылы деп атап кеткен болатын. Осы орайда ол өз сөзінде техникалық және кәсіби білім беру жүйесін реформалау, қоғамда бәсекеге қабілетті нағыз маман иесі болу туралы айтып кеткен болатын. Бүгін біз осы тақырыпта сұхбаттасатын боламыз. Бүгін бізде қонақта Қарағанды болашақ жоғарғы колледжінің ақпараттық технологиялар жөніндегі директордың орынбасары Тұсупаев Абылайхан Төлегенұлы. Колледжіміздің бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушы мамандығы бойынша республикалық облыстық жарыстарда жеңіске жеткен Сабет Мансыр, Ғалымжан Әділжан. Ең алғаш сұхбатымызды мен Абылайхан Төлегенович сізден бастағым келіп отыр. Бізде қазіргі таңда колледжімізде автономды мобильді робототехника құзыреттілік орталығы бар екен. Сол орталықтың мақсаты қандай? Біздің келешек жастарымызға, студенттерімізге қандай пайдасын тигізеді? Сол жайында айтып өтсеңіз. Анель, сұрағыңыз өте орынды. Жалпы колледжімізде екі құзыреттілік орталығы бар. Біріншісі ол мобильді робототехника болған, екіншісі мобильді қосымшаларға өңдеу орталығы. Яғни ең бірінші ашылғанда мобильді робототехника орталығы ретінде ашылған. Қазір заман талабына сай, ол біздің өзгерткеніміз емес, ол әлем өзгертті. Қазір мобильді автономды мобильді робототехника құзыреттілік орталығы деп аталады, ол әлем бойынша. Жалпы бұл орталықтың ашылу мақсаты 2017 жылдардан басталады. Сол кезде елімізде жалпы жаппай робототехника ұғымы кіріп, ол мектептерде, ол мектепке дейінгі ұйымдарда робототехникамен айналысу үшін әртүрлі үйірмелер, қосымша сағаттар бөлініп, елімізде сондай бір жаңарту ағымы пайда болды. Сол қазіргі сіздердің тілдеріңізбен айтқан кезде қазір тренд дегендей, сол кезде бір білім ордаларында, білім жүйесінде сондай бір тренд пайда болды. Барлық жерде робототехникамен айналысу. Яғни сол трендтан қалмайық деп біздің колледжде де алғашқы қадамдар жасалған болатын 2017 жылы. Бірден ол құзыреттілік орталығы болып ашылған жоқ. Ол үшін көптеген жұмыстар жасау керек болды. Яғни ол мәртебеге ие болу үшін колледжда осы сала бойынша қандай да бір жетістіктер болу керек болды. Яғни біз сол кездегі студенттерімізбен бірнеше халықаралық жарыстарға дейін барып, өзіміздің облысымызда белгілі бір дәрежеге жеткеннен кейін біз осындай құзыреттілік орталығын ашу мәртебесіне ие болдық. Ол құзыреттілік орталығы ең бірінші жұмысын 2020 жылы бастаған болатын. Сол кезде біздің колледж студенттерімен қатар облысымыздағы тағы да басқа колледж студенттері осы орталыққа келіп жұмыс жасап, орталықта өздерінің ойларын жүзеге асырды. Жалпы құзыреттіліктің негізгі мақсаты, ол жалпы құзыреттілік туралы айтып отырмын, мен бұл жерде тек қана мобильді робототехника емес, барлық кез келген облысымызда қандай құзыреттілік орталығы бар, барлығының мақсаты ол осы саладағы маман иесіне белгілі көмектер көрсету. Яғни ол кенші болсын, ол дәнекерлеуші болсын, ол құрылыспен айналысатын болсын, барлығының алғашқы сатысы осы құзыреттілік орталықтарынан басталады. Неге? Өйткені бұл құзыреттілік орталықтарының барлығы әлемдік стандартпен жұмыс жасайды. Әлемдік стандарт деп отырғанымыз әр жыл чемпионатының өзінің техникалық тапсырмасы шығады. Ол біздің Қазақстанда шықпайды, ол біздің облысымызда шықпайды. Ол осы World Skills жалпы қозғалысын қолға алатын арнайы операторларда арнайы мамандар жасап шығарады. Яғни ол тапсырмалардың мазмұны қазіргі кезде әлемге қандай маман қажет деген ұсыныспен жасалады. Мысалы ол биыл мобильді робототехника ол өндіріс саласына қажетті мобильді робототехника тапсырмалар болатын болса, келесі жыл ол білім саласына қажетті робот құрауы мүмкін. Одан кейін келесі жыл медицинаға қатысты робот құрауы мүмкін. Одан кейін қызметтер көрсететін әртүрлі роботтар құрауы мүмкін. Ол әлемде қандай өзгеріс болып отыр, қай салаға жаңашылдық енгізу керек болады, соған байланысты тапсырмалар дайындалады. Енді құзыреттілік орталығына келіп дайындалған бала жалпы сол салаға деген көзқарасы роботтардың көзқарасымен пайда болады. Соған байланысты робот құрайды. Яғни ол балада осы салаға деген алғашқы қадам басталады, көзқарас басталады. Яғни жалпы мақсат осы құзыреттілік орталықтарының. Енді студенттерге тарту деген бұл жерде көптеген жұмыстар жасалады. Яғни ол
былай тарату дейді ғой, осы құзыреттілік орталық туралы ақпарат тарату, оны жеткізу, оған студенттер тарту деген енді осы құзыреттілік орталығына жауапты адамдардың жаңағы еңбегі. Сондықтан бұл құзыреттілік орталықтары жаңағы студенттер үшін, оқу орындары үшін, жалпы біздің білім саласына деген пайдасы өте зор деп түсінемін. Және де осындай құзыреттілік орталықтарын дамыту үшін қазіргі таңда мемлекетіміз тарапынан, оқу орындары тарапынан, білім басқармалары тарапынан жасалып жатқан жұмыстар өте үлкен. Сондықтан бұл ешқашан тоқтамайды, тек қана даму үстінде болады деген ойдамыз. Жауабыңызға рахмет. Яғни сіздер осы орталықтың нәтижесінде WorldSkills Қазақстан 2024 чемпионатына барып қайтыпсыздар. Осы чемпионат туралы толық айта кетсеңіздер, қандай номинациялармен марапатталдыңыздар? Қысқаша айтып кетсеңіз осы жайлы. Биылғы WorldSkills Қазақстан 2024 республикалық чемпионатына ол жаңағы өңірлік бірінші іріктеуден өткен командалар қатысады. Яғни біздің өңірден біздің Болашақ колледжінің командасы қатысты. Біз осы орталық ашылғаннан бері негізгі қатысушылары біздің колледж студенттері. Олар ең бірінші рет 2021 жылы республикалық чемпионаттан күміс жүлдегер болған балалар бар. Одан кейін міне қатарынан үшінші жыл биыл арнайы номинация бар, үздік маман деген. Сол номинацияның иегерлеріміз, яғни ол студенттердің еңбегі бағаланады. Жалпы республикалық чемпионат туралы айта кететін болсақ, республикалық чемпионат өте жоғары дәрежеде өтетін чемпионаттардың бірі. Бұл жерде өте үлкен ауыртпашылық түседі. Біріншіден ол облыстың намысын қорғап барғаннан кейін студенттер өздеріне атқарылған жүкті сезінеді. Екіншіден ол жерде республиканың түкпір-түкпірінен келеді. Мысалы, биыл 18 команда болды. Оның үстіне Өзбекстан құрама командасы келіп қатысты. Қонақ ретінде өте үлкен жаңағыдай жарыс болды. Таласқа тартысты, таласқа толы. Биылғы тақырып жалпы агрария саласында болды. Яғни арнайы жеміс-жидек, көкөністерді жинайтын робот құрастыру. Биылғы тақырып осы төңірегінде болды. Өте қиын. Өйткені өзіңіз білесіз, кейбір көкөністерді жаңағы робот түгілі адамның өзі айыра алмайтындай болады. Сондықтан оның барлығын жаңағы роботқа үйрету өте қиынға түсті биыл. Және де жаңағы роботты енді көкөніс жинау дегенде бір қоржының болу керек, қабын болу керек деген сияқты. Яғни жан-жақты дайындалып талап етті. Жалпы бұл құзыреттіліктің негізгі маңыздылығын айта кететін болсам, бұл негізі әмбебап құзыреттіліктердің бір түрі болып табылады. Өзі көп емес негізі әмбебап құзыреттілік орталықтар. Әмбебап дегеніміз ол бірнеше салада дамуды талап етеді. Ол біріншіден негізгі саланың бірі ол бағдарламалау болса, роботты. Екінші саласы ол инженерия, яғни роботты жинау. Үшіншісі ол прототиптеу. Прототиптеу дегеніміз ол жаңағы 3D моделін шығару бірінші робот. Оны жасау, оны визуалды түрде өзіңе елестету, оны содан кейін жаңағы ұсақ-ұсақ детальдардан құрау өте үлкен еңбек талап етеді. Сондықтан республикалық чемпионатта оңай болған жоқ. Соңғы сағаттарға дейін тартысты болды. Кім кәдімгідей қандай бір команданың лидер екені түсініксіз болды. Сондықтан республикалық чемпионатқа бару дегеннің өзі ол өте үлкен жетістік. Және алған номинациямыз жаңағы еңбегімізге тұрды деп ойлаймыз. Сонымен қатар биыл Қарағанды облысының құрама командасы үздік 3 құрама командасына енді. Яғни оған да біздің жаңағы жасаған еңбегіміз аз емес деп ойлаймыз. Республикалық чемпионаттың студенттерге берері. Жалпы республикалық чемпионат ол әлеуметтік серіктестердің арқасында жасалатын зат. Мысалы, кімге қай сала қызықтырады, қандай да бір кәсіпкерге. Ол сол жаңағы құзыреттіліктің чемпионатын өткізеді. Ол не үшін? Өйткені ол кәсіпкерге осы саладағы маман керек. Үздік көрсеткендер
олардың жаңағы тізіміне енеді дейікші, тізіміне енеді, және де соларды кейін жұмысқа алуға, және де немесе оларды әрі қарай дамытып оқытуға олар өзінің септігін тигізеді. Енді ол мобильді робототехника бойынша. Кейбір салалар бар, мысалы дәнекерлеуші, немесе біздің тілмен айтқанда сварщик, құрылысшы, әртүрлі дизайнер, интерьер, жаңағы деген сияқты мамандар, олар бірден жұмысқа тұрып кетуге жаңа мүмкіндігі бар. Сол жерден қандай да бір мысалы үлкен кәсіпкерлер оларды жұмысқа алуы мүмкін. Сондықтан бұл республикалық чемпионаттың берері өте көп. Ол жаңағындай студенттер үшін үлкен еңбекке жол ашады. Сондықтан бұмен айналысу, бұл салада жүру, ол студенттердің алға өздеріне болашаққа қойған жоспарларының бір бөлігі ретінде қарастыру керек. Сондықтан бұл республикадан жеңген балалар ары қарай 3 сатыда өнер көрсете алады. Бірінші ол Европада, екіншісі Азияда, үшінші әлемде. Ол кәдімгі басқа да спорт түрлері сияқты өздерінің жылдары бар. 2 жылда бір рет мысалы Европа болады, 3 жылда бір рет Азия болады, 4 жылда бір рет мысалы әлем болуы мүмкін. Бірақ қазір әлем 2 жылда бір рет болады. Сондықтан Европада өнер көрсетіп, Европада орын алып үздік болған, ол Европада жұмыс істеуі мүмкін. Әлемде үздік көрсетіп орын алған бала ол әлемдік бір деңгейде жұмыс жасауы мүмкін. Сондықтан бұл қозғалысты тоқтатпай, бұл еңбегін тоқтатпай жұмыс жасаған студенттер биік шыңдардан көрінеді. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Енді мен келесі сұрақтарымды біздің колледждің студенттеріне қойғым келіп отыр. Сіздердің мамандықтарыңызға деген қызығушылықты кім оятты? Белгілі бір жақындарыңыздың, ата-аналарыңыздың қолдауы болды ма? Сұрағыңызға рахмет. Менің есімім Әділжан. Жалпы Қарағанды болашақ жоғарғы колледжінің 3-ші курс студенті. Біздің мамандығымыздың аты бағдарламалау қағидаттандыру құрастырушылары. Жалпы осы мамандықтың басты негізі бағдарламалау болып саналады. Жалпы өзім бала кезден бері техникаға, бағдарламалауға сүйіспеншілікпен қарайтынмын. Осының барлығын байқаған ата-анам жағынан да қолдаулар көрсетілді. Жалпы осының барлығы осы мамандыққа түсуіме үлкен себепкер болды. Мамандық таңдаудан іздеуден мен қатты қиналған жоқпын. Таңдауым болашақ болды. Менің есімім Мансұр. Жалпы осы бағдарламалау және техникалық салалар маған ерте кезден бастап жақын болған. Сонымен қатар осы мамандықтың үнемі дамып келе жатқаны, әртүрлі салаларда қолдануы маған қызықтырды, және осы мамандықтың болашағы зор деп есептеймін. Енді осы робототехника саласында көптеген жетістіктерге жетіп жүр екенсіздер. Осы жетістіктеріңіз туралы қысқаша айтып кетсеңіздер, осы роботқа деген қызығушылықтарыңыз қайдан пайда болды? Менің ағам да осы Қарағанды жоғарғы болашақ колледжде оқып жүріп, робототехника бойынша әртүрлі жарыстарға барып келген. Бұл менде де робототехникаға байланысты қызығушылық тудырған, және осы болашақ колледжіне келгенде мен робототехника саласына келдім. Жетістіктерге келетін болсақ, облыстық жарыста біз үздік атанып, республикалық чемпионатқа жолдама ұтып алған болатынбыз. Жаңағы республикалық чемпионатта біз үлкен тәжірибе алып, өзімізді сынап, осылай робототехникаға қызығушылығымызды арттырдық. Енді мен келесі сұрағым, WorldSkills Қазақстан 2024 чемпионаты сіздер үшін маңызы қандай? Сіздер осы чемпионаттан қандай әсер алдыңыздар? WorldSkills чемпионаты жалпы біз үшін үлкен тәжірибе болды. Тек білім жағынан ғана емес, жаңағы командалық жұмыс, қиын уақытта шешім қабылдау, уақыт үнемдеу жағынан да үлкен тәжірибе болды. Жалпы ол болашақ маман ретінде өсуімізге үлкен мүмкіндік берді. Жаңағы жарыстың уақытында біз көптеген аймақтардың командаларымен бірге танысып, бір-бірімізді бәсекелестікке түсіп, үлкен тәжірибе алдық. Абылай Төрегенұлы, осы чемпионаттың сіз үшін маңызы қандай? Әр жарыс жалпы командадан дайындаған сарапшы үшін, тренер үшін әрқашанда маңызы зор болады. Өйткені біріншіден сол чемпионаттарда, жарыстарда алда тағы да не істеу керек деген сұраққа жауаптар табасыз, жоспар құрасыз, қай жерден қателестік, нені күшейту керек, тағы қандай жұмыстар жасау керек деген сияқты. Биылғы жалпы негізі біздің дайындығымыз жаман болған жоқ. Колледжіміздің басшылығының қолдауымен біз алдын ала оқу жаттығу жиындарына бардық. Ол Алматы қаласында арнайы біздің
Дости инновациялық орталығы деген біздің серіктесіміз бар. Ол бірнеше жыл болды біз сол орталықпен жұмыс жасаймыз. Ол орталық тек қана Алматы қаласында емес, ол облыс көлемінде, тіпті Азия аймағында деуге болады, жұмыс жасайтын орталықтардың бірі. Ол жерде жаңа бағдарламалау саласы бойынша, робототехника саласы бойынша, электроника, 3D модельдеу саласы бойынша жұмыс жасайтын орталық. Яғни біз сол орталыққа барып, бір апталық оқу жиынын өткіздік. Ол жерде біздің командамыз басқа командалармен бірге жұмыс жасап, ортақ шешімдер қабылдап, өздерінің білмегендерін үйреніп, сонда үлкен жұмыс атқарып берілген болатынбыз. Сол жұмыстың жемісі ретінде биыл командамыз осындай үздік маман иегері деген атаққа ие болып отыр. Жоспарда тек қана енді биылғы WorldSkills Қазақстан чемпионатынан түйгеніміз тек қана қазақстандық жаңағы орталықтарда ғана емес, негізінде даму үшін европалық, азиялық жаңағы орталықтарға шығып солармен жұмыс істеу керек. Өйткені қазір әлемде қарайтын болсақ, енді статистика жүзінде әлемде ең мықты мемлекеттердің барлығы ол Азия мемлекеттері. Ол Малайзия қазір, Сингапур, Қытай, Жапония, Корея мемлекеттері қазір IT бағытында үздік мемлекеттер ретінде саналады. Және де алайда осы салада, сол Азия мемлекеттерінде жұмыс жасайтын мамандар, олар қазақ мамандар. Ол кәдімгі өзіміз өсірген, оқытқан, жеткізген біздің қазақ балалары сол шетелдік компанияларда жұмыс жасап, шетелдің IT саласын дамытуда. Сондықтан бұл чемпионаттан түйетініміз осы, біздің қазақ балалар тек қана Қазақстанда ғана емес, шетелде жұмыс жасап, шетелде жаңағы қазақтың мәртебесін көтеруге дайын мамандар бар. Осындай мамандар дайындау біздің колледжіміздің де алдына қойған мақсаты. Біз осыған талпынамыз, біз осы бағытта жұмыс жасаймыз. Біздің осы құзыреттілік орталықтарын ашып, дамытып жатқанымыз, осыған қаражат талап ететін негізі бағыттар, қаражат құйып жатқанымыздың барлығы бізге түскен студенттердің осы салада дұрыс дамуына жол сілтеу негізгі мақсат. Сондықтан да бұл саламен айналысқан студенттерге бұл чемпионаттың берері өте зор деп ойлаймын. Біріншіден ол жаңағы студенттеріміз айтып отыр ғой, өзіміз үлкен тәжірибе жинақтадық деп. Енді бұл чемпионат бір жағынан үлкен тәрбие студенттер үшін. Жаңа айтып отыр, уақытты тиімді пайдалану. Қазір біздің заманымызда уақытты тиімді пайдалану деген ол өте үлкен проблемалардың бірі. Жаңағы ол жерде тазалыққа үйретеді. Ол жерде жаңағы адаммен, қарсыласыңмен дұрыс қарым-қатынас жасауды үйретеді. Сыйластықты үйретеді, өзін өзі ұстауды үйретеді. Яғни осы салада мысалы 4 жыл оқитын студенттер 2 жыл осы салада жүретін болса, осы жарыстарда өзін жаңағы тұлға ретінде қалыптастыруға өте үлкен жол ашатын бағыттардың бірі деп ойлаймын. Сондықтан бұл WorldSkills чемпионатының жалпы бізге ғана емес, осы салада жүрген барлық мамандарға берері өте көп деп ойлаймын. Сонымен қатар жалпы биыл елімізде жұмысшылар жылы деп ұрандатып, осы жылға үлкен жоспарлар қойып отқан мемлекет басшысы біріншіден, одан кейін қолдап отқан әрбір аймақ басшылары өте үлкен жұмыс атқарып жатыр деген ойдамыз. Өйткені жұмысшы мамандар жалпы ол мемлекетке қажет мамандар. Ол қай саланы алып қарамасақ та, жаңағы бізде мемлекетте кадр тапшылығы деген байқалады. Ол тек қана IT саласында емес, ол құрылыс саласында да, кен саласында, мұнай саласында, газ саласында барлық сала ол жаңағы мемлекетімізге кадрлық тапшылық әкеледі. Сондықтан жұмысшы маман деген қайдан шыққан? Жұмысшы маман деген ол педагог емес, олар бір үлкен жаңағы оқу орындарында бір бакалавриат бітіретін мамандық емес, жұмысшы мамандық деген ол қысқа мерзімде белгілі бір сала маманы болып, сол сала бойынша елімізге, жерімізге деген
еңбек сіңіру негізгі мақсаты. Қазіргі кезеңде жұмысшы мамандықтарға өте көп қолдау бар ғой елімізде. Мысалы жұмысшы мамандықтар тегін оқиды, тегін тамақтанады, жаңағы олардың тәжірибе өтетін жерлері дайын, тәжірибеден кейін жаңағы жұмысқа тұруға деген үлкен мүмкіншілік бар. Сондықтан да біздің де колледж осы саланы қарастырған, осы бағытта. Бізде 2 мамандық бойынша жұмысшы мамандығы бар. Ол веб-дизайнер және кабельді байланыстарды монтаждаушы 2 мамандық бар. Яғни қазіргі таңда бірнеше түлектеріміз бітірді. Жақсы жұмыс орындарында жұмыс жасап отыр. Жоғары оқу орнын жалғастырғысы келетіндер жалғастырып жатқандар бар. Біздің де колледжіміз осы мемлекеттің мақсатын, мемлекеттің жоспарын жүзеге асыруда осындай үлкен жұмыс жасап жатыр. Сондықтан биыл осы жұмысшы мамандығына түсетін біздің талапкерлеріміз үшін өте үлкен мүмкіндіктер бар деп ойлаймын. Ол біріншіден жаңа мемлекеттік тапсырыстың көп болуы шығар. Олар мүмкін шәкіртақылары жоғарылайтын шығар. Сондықтан біздің колледжімізге де биыл өте көптеген талапкерлер келіп, осы мамандық жаңғырады деген ойдамыз. Сеніміміз өте мол. Жақсы, көп рахмет жауаптарыңызға. Бүгінгі біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көптен көп рахмет. Алдағы уақытта сіздерге тек қана жеңістер тілейміз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.